Бүгін 7 сынып 2 тоқсан БТСін география пәнін талдайын деп жатырмық. Географияда осы тоқсан тақырыптары атмосфераға байланысты барлық сұрақтар. Сондықтан атмосфера тақырыбында көбірек дайындалсаңдар. Бірінші сұрақта атмосфераның құрамдас ең маңызды бөліктері. Бұл жерде жауапта көмірқышқыл газы, оттегі және азот болады. Көмірқышқыл газы — 78%, ал оттегі 21%, ал азот 0,03% құрайды. Ал қалғандары маңызды емес немесе үлкен көлемді алмайды. Екінші сұрақта қапараласан сарыағаш, аяқ қалқан деген жерлердің ұқсастығы, олар минералды су көздері. С жауабы болады. Бұлар таулардың атауы емес, ешқандай және су электр станциялары емес. Сарыағаш Түркістан облысындағы курортты аймақ және ол жерде минералды су шығады. Қапаларасан Талдықорған қаласына жақын орналасқан Қапал ауылында, ал аяқ қалқан Қонаев бұрынғы Қапшағай қаласындағы минералды су көзі. Үшінші сұрақта экватор маңында атмосфераның қалың болу себебі. Бұл жерде жауап да болады. Шаң тозаңдар емес, ешқандай. Олар болса да басқа нәрсеге әсер ете алады, радиацияға деген сияқты. Экватордың ұзын болуының қатысы жоқ, себебі күн барлығына бірдей түседі. Барлық жерге бірдей таралады бұрышына қарай. Ал оспен айналудың ешқандай қатысы жоқ. Ал күннің қатты қыздыруынан оның көлемі үлкейеді. Экваторға күн түзу бұрышта түседі, яғни 90, ал ең аз дегеннің өзінде 66 градуспен түседі. Сондықтан бұл жердегі ауа қызып, көлемі үлкейіп 15-18 километрге дейін қалыңдайды. Биіктеген сайын температурадағы айырмашылықтың жоғарылауымен ерекшеленетін жаз айларында күміс тәріздес бұлттар қалыптасатын қабат. Бұл жерде стратосфера мен мезосфера деген жауаптың арасында ойлану мүмкін, бірақ стратосферада биіктеген сайын керісінше температура көтеріледі. Себебі озон қабатынан шағылысқан радиация стратосфера қабатын ыстық қылып сақтайды. Ал мезосферада керісінше температура төмендейді. Және күміс түсті бұлттар, күміс тәріздес бұлттар осы қабатта 70-80 километр биіктікте көрінеді. Жауап Б. Қазақстанда қар көшкіндері жиі болып тұратын аймақ. Өзіміз білетіндей, қар көшкіндері таулы аймақтарда болады. Ал бұл жердегі биік таулы белдеулер Іле Алатауы мен Кенді Алтай болады. Мұғалжар мен Сарыарқа емес, олар аласа таулар. Үстірт пен Бетпақ емес. Бетпақталада тауға қатысы жоқ, ешқандай қар көшкіні болмайды. Жетісу, Алатау мен Маңғыстауда, Маңғыстау тау басында қар жатпайды. 0 градустан жоғары жағдайда ағаш жапырақтарында және топырақ бетінде пайда болатын судың ұсақ тамшылары. Бұл жерде жауап шық болады. Тұман температураның түсуінен пайда болады, яғни ауадағы бар ылғалдылықты ұстап тұрған температура түсіп кеткенде, ол көзге жердегі бұлт сияқты көрінеді. Ал қылау болатын болса, ол судың қатуы 0 градустан төмен кезде болады. Қазақстанның солтүстігінде радиациялық баланстың теріс көрсеткіштері байқалатын айлар аралығы. Бұның жауабы Д болады. Қараша, наурыз
теріс радиациялық баланстың теріс көрсеткіштері дегеніміз радиация жерге азырақ түседі, бірақ жерден алынатын жылу одан көбірек. Демек баланс құртылады, екеуі тең емес. Бұл уақыттар қараша мен наурыз, яғни солтүстік Қазақстандағы суық кездер, температура төмен, күн түсу бұрышы аз, яғни жауап қараша мен наурыз болады. 28-ші сұрақта жауған қардың желдің күшімен бір жерден екінші жерге көшуі. 28 А болады. Қылау. Басқа жауаптармен салыстырғанда бұршақ ол мұз болып жауатын жауын-шашын түрі. Боран дегеніміз қатты жел және боранмен бірге қар жауы. Ал қылау дегеніміз жерде жатқан қардың желмен қайтадан көшуі. Ал тұман жаңа айтып кеткеніңіздей, ол температураның түсуінен пайда болатын құбылыс. 9-ші сұрақ, озон қабаты қай атмосфералық қабатта көп тараған? Жауап стратосфера болады. Озон қабаты өзіміз білетіндей 30-35 километр биіктікте көбірек тараған, және бұл аймақ стратосфераға кіреді. Бұл суреттегі атмосфералық құбылыс бұршақ. Кемпірқосақ емес, кемпірқосақ жаңбырдан кейін пайда болатын құбылыс. Ал көк мұз дегеніміз қардың еруінен немесе қардың еріп температураның тез түсуінен оның мұз болып қатуы, немесе қардың артынан жаңбыр жауып оның мұз болып қатуы. Ал тұман температураның түсуінен пайда болады. Климат құрушы факторлардың бірі ол әрине географиялық ендік. Қалған үшеуі басты рөл атқармайды. Болса да эффектісі қатты емес, және жергілікті локальный болады. Ал географиялық ендік ол радиацияға әсер етеді. Тропосферада ауа температурасы әр 1000 метр сайын қалай өзгереді? Бұл жерде жауап 6 градусқа кемиді. Тропосфера қабаты ол бүкіл тіршіліктің өмір сүретін қабаты, яғни біз тұратын қабат. Және бұл қабатта әр 100 метр сайын 0,6 градус, немесе 1000 метр сайын 6 градусқа түсіп тұрады ауа температурасы. 13-ші сұрақ, суреттегі процесс қалай аталады? Бұл кіші су айналымы емес, биологиялық айналым емес, конденсация емес, дүниежүзілік су айналымы болады. Жалпы әлемдегі судың циркуляциясы дәл осы иллюстрациядағыдай жүреді. Яғни ол бірінші сулы алаптан буланады, сосын ол бұлтқа айналады, бұлттан тауға түсіп, ол таудағы су өзеннің көзі болады. Ал өзен қайтадан келіп мұхитқа қосылады. Осылай дүниежүзілік су айналымы жүреді. Қазақстандағы ең ылғалды аймақты картадан көрсет. Бұл жерде жауап 3. Шығыс Қазақстан, Алтай аймақтары. Жауап С болады. Іле алатауындағы ең ірі мұздық. Бұл жерде Корженевский емес, себебі орталық Тянь-Шаньда орналасқан. Ал Іле алатауындағы ең ірі мұздық болса, Богатырь болады. Корженевскиймен шатастырып жатсаңыздар, ол орталық Тянь-Шаньда орналасқан мұздық. Цунами пайда болатын жер сілкінісінің күші 8-9 балл. Өзіміз білетін цунами жер сілкінісінен кейінгі мұхит суының толқын сияқты көтерілуі, бірақ өте үлкен апат. Және бұны тудыру үшін жер сілкінісі де жойқын болу керек. Сондықтан
Бұл жердегі ең дұрыс жауап 8,9 балдық. Қазақстанның қиыр оңтүстігіндегі аудандарда қардың жату ұзақтығы 50-80 күн. Өзіңіз білетіндей, оңтүстік Қазақстан облыстарында, аудандарында қыс қатты ыстық болмайды, қыс қатты суық болмайды, жылы өтеді. Сондықтан оның жату уақыты ары кетсе 80 күн, сояға жетеді. Минимум 50 күн. 50 күн де болмауы мүмкін кейде. Бұл жату мерзімі сол қаңтар мен ақпанның арасы. Бағытын тәулігіне 2 рет өзгертетін жел. Бұл жерде жауапқа болады. Бір жел өзіңіз білетіндей күндіз теңізден құрлыққа, ал кешке құрлықтан теңізге қарай соғады. Себебі күндіз құрлық беті қызған кезде теңіздегі жоғары қысым құрлыққа қарай соғады. Болмаса солай жүреді. Ал кешке теңіз суы жылы болып қалған кезде ондағы төмен қысымға қарай құрлықтағы жоғары қысым жылжиды. Солай бриз, ағылшыншадағы бриз, inhale, exhale сияқты келіп кетіп күнде 2 рет бағытын өзгертеді. Сейсмикалық аймақтарды орналасқан жерлері бойынша сәйкестендір. Бұл жерде жауап С болады. Бірдің жауабын қарасақ, Тынық мұхиттық белдеу ол отты шеңбер, ол Камчатка түбегі, Сахалин, Куриль аралдары, Жапон, Филиппин теңіздері, Жаңа Зеландия. Жаңа Зеландия дегенге дейінгі барлығы Азияның аймағындағы сейсмикалық аймақтар, ал Жаңа Зеландия Австралия мұхитқа жатады. Ал қалғандары 2D Португалия жерорта теңіздік, Португалия жағалауындағы Жасыл мүйіс аралынан бастап шығысында Жаңа Гвинея аралына дейін. 3 Шығыс Африкалық Қызыл теңіздің солтүстігінен бастап Замбези өзеніне дейін. 4 Орта Азиялық Тянь-Шань таулы жүйесі, Моңғол Алтайы. Тянь-Шань таулы жүйесіне біздің Қазақстанның да қалалары кіреді. Оның ішінде Алматы ең қауіпті сейсмикалық аудан болып саналады. Және Түркістан, Шымкент, бірақ оларда эффект қатты болмайды. 2003 жылы 7 балдық жер сілкінісі тіркелген облыс ол Алматы. Тарихи оқиға Алматы облысында болған. Жаңа айтып өткендей, басқа облыстарда бұндай сейсмикалық қауіп қатты төнбейді. Ал енді біз осылай 20 сұрақ бітті. БТС 2 емтиханына сәттілік. Сау болыңдар.